Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр, мекендештер, жылкы сүйүүчүлөр, жылкы ишкыбоздору. Кутмандуу күнүңүздөр менен кайрадан биз сиздерге булакка чабыла турган, буйруса өсө турган породалуу тайларды көрсөтүп беребиз. Бул чыгарылышта биз сиздерге Бишкек шаарынын аэропортуна кетип жаткан могу трассанын моюнда раздольный деп коет туугандар. Могу аэропорттун трассасы. Могул жай объездной, могул жай аэропорттун мосту деп коет туугандар. Ошондон эле күн батыш тарабында мына ушу сарайга Россиядан, Ростовдон келген 5 полторашка тай менен 2 бээни көрсөтүп беребиз. Келиптир, жаңы келиптир. Азыр толук маалымат алам десеңиздер биз менен бирге болуңуздар. Бирден бир деп кармап көрсөтөбүз. Биринчи 5 тайды, андан кийин 2 бээни көрсөтөбүз туугандар. Ростовдон келиптир булар. Ганновер породасында полторашка сөйөктөрүнү, көлөмдөрүнү өзүңүздөр бир рет көрүп турасыздар. Шеп айтың күн жаш полторашка деп. Полторашка. Ганновер породасы. Породасы 1,5 жаш. Качан келди булар? 10 күн болуп калды. Уже адаптация болду, бир бастырыңыз сен бизге көрсөттүр. Так, ден соолугу кандай, ичи кандай бул келген болсо? Жолдо кандай келди бул? Жеген жакшы. Боюн өлчөдүңүзбү? Жок, бой өлчөдүм. Примерно канча чыгат дейсиз? 1,50 жогору да бар. 1,55 чамалайбы? 1,50ден 1,55ке чейин экен туугандар. Так, сөйөктөрүн көрдүңүздөр, жолдо жүрүп арыптаган. Баш, көкүрөк, моюн, бел, арткы чапкы аяктар. Токтоңуз, мен туягын көрсөтүп коеюн. Буттарын да көрүп алыңыздар. Бул 5 кашка экен. Буттары. 5 кашка туугандар. Машалла. 5 кашка. Мына көкүрөктөр. Танк бул, танк. Ганновер. Бул Ганновер оор болот, парада жеңил кыймылдай булар. Жеңил болот. Бирок сөйөктүү экен. Сөйөктүү болот. Канча Ганновер келди? Ганновер 3 келди. 5 тайдын ичинде 3 Ганновер. Бул жетериңиз куру жага. Мо жоош экен, Миңге эмес, булар только жетек болуш керек. Жаңы эле ноктолонду. Жаңы ноктолонду. Мына туугандар. Кезекте Ганновер. Кап-караңды. Прям кап-кара экен. Аркаң оң тууганы. Ганновер. Бар бир партия, да? Бир партия. Чөй бир жерден келген. Чөй бир жерден алып келген экен бу. 3 Ганновер. Бу поляктарда эле го. Размер. Поляктарда эле мындай. Бираз ар тартып коюңуз, эне ушундай. Болду. Ганновер дейт. Так, бул боюнча айтыңыз. Бираз бул эттүүрөөк экен. Жеген жакшы окшойт, кандай экен? Жеген жакшы. Бир партия бир жерден келген болсо, Ганновер бир жерден келди, ошо. Бул эттүү экен да, жана карап. Үчөө баштары бир торпо кулакка жакшыраак экен, Буйруса. Торпо кулакты окшойт. Анан жанагы биздин байларыбыз эмне турган, поляктагыла, үстүнө отура турган жылкыдан окшойт. Кочкор баш, могу көкүрөк, белдери поляктыкындай экен эми. Ошого окшоштурдум. Параметри канча чыгат деп ойлойсуз? Параметр бул эле ошо 1,50ден 1,55ке чейин бар да. 1,50-1,55ке чейин бар. Бойлуу экен билесиз. Полторашкалар. Машалла. Бул жоош десем, бул наоборот кичине шустрый го, тиригирээк, Бул жоон болгондон аябай жеңил бул. Жеңил экен да. Буттар жеңил да мына. Жалпак эмес, тик туяк экен да. Машалла. Ганноверлердин баасы бир коюлабы? Кандай болот 3 Ганновердин баалары? Бир коюлат. Сурчу сур бул баалар бири бар. Бири бар. 3 Ганновердин бири бар, анан 2 онуку бөлөк болот. 3 Ганноверди бир айтабыз, акырында. Так, мунун моюндары, баштары тик экен. Бели кыскараак болгону менен кусактуу жылкы экен, аркага караганда. Буттары кең, могу бакайлары дагы мындай тигирээк экен, туяктары тигирээк. Так, мүчөсүн өзүңүздөр көрүп турасыздар бир четтен. Могу баш, көкүрөк жактары өтө кооз тай экен. Тик 3-чү Ганноверди көрсөтүп тур, анан баасын айталы, Муну бир жетереңизчи. Жаңы ноктолонду булар. Мына жаңы түштүр.
Бул 3-чү Ганновер туугандар. 3-чү Ганновер. Бул карагер өңгө экен. Карагер. Мунун стойкасы бүт жагы, мунун чыныгы танк ушул экен, Келиңиз. Бул да 1,5 жаш. Полторашка. Полторашка, 3-чүсү Ганновер. 3 Ганновер деп аткан эң акыркысы. Так, мо карагер экен мына. Келген боюнча байланган жерден эми чыгарып атат окшойсуз, Келген эле бойдон. Тасып сазап эле. Так, эми сөз кылалы. Мунун башынан баштайлы. Эң башы чоң ушул экен. Кулактары чоңураак. Мына көкүрөк моюндарын өтсө мындай баягы 4 санду деп коет го, билесизби? 4 санду. Танк ушу үчөөнүн ичинен эң жоонду ушул экен да. Бели да узун экен мына. Бели узун, буттары дагы тигиникинен бакайлары, тиги экөөнүн бакайлары жоонураак экен мунуку. Еще кара туяк, тик туяк, мына бакайлары жоон. Мына тик туяк көрдүңүздөрбү? Бул мына кыймылдаганын эле билип турат. Могу арткы сандары өтө жоон экен мунуку, билимсизден. Өтө жоон туугандар. Арткы сандар. Жетелей. Куйрукту көтөрүп. Хич. Полторашка. Буттар жоон экен, Теке улак, торпок улак ушул экен, Казыктар да бекем. Казыктар күчтүү экен мына. Буттарын байкап атасыздарбы? Аркыңкы сандарды мына тизеден ылдый жактарын караңыздар, казыктар күчтүү экен. Баш, кабак баштарын бир көрүп алыңыздар. Мурду да чоңураак экен. Башы да чоң. Бираз негизи өтө деле жапайым эмес экен, бирок арык. Көкүрөктөрүн карасаңыздар, арык экени көрүнүп турат. Мунун айтыңчы, көп жеген ушул тиги карабы же? Үчөө тең эле жашайт негизи. Баары эле Келгенден бери мындай байкадыңызбы? Кайсысы кандай, мүнөзү кандай байкап калдыңызбы дегенде? Негизи үчөө тең эле эмес бир эле окшойт. Жегени, ичкен жеген бирдей эле. Үчөө да 3-5 кача сыны бар экен да тууганда. Бул үчөө бир жерден келген. Бир жерден келген. Ата-энелерин көрбөдүңүздөрбү? Жактан көргөн тиги байкен чоң. Муногу жоон экен, баарынан сөөктүү ушулай. Бир жетелеңизчи тиги экөөсүнүн алдына. Ганновер. Келиң эми Ганноверлерди эми баа кылалы. Үчөөнүн тең баасын айтпадык. 3 Ганноверди канчадан коесуз? 3 Ганновердин баасы 200 төн. 200 миң сомдон. 200 миң сом. Доллар менен канча болуп калат 200 миң сом? Билбейт сом менен эле. Так. Доллар азыр примерно 85 канча 86га жетпейт, Либо максимально 86 менен эсептеп туруп чабып көрүңүздөр. Өзбек казак туугандар. Если что. Так сом менен эле бизге. 200 миң. Кеми бар, сүйлөшөбүз, келип жанынан келип көрсүн, жаккан сүйлөшөбүз. 2,5 миң долларга жетпейт да. 2400 доллар болобу ушундай примерно 200 миң сом. Калькулятор менен чабыш керек. Жетелеңиз эми. Так, ден соолугу кандай? Ден соолугу мыкты өтө. Эч эме. Грипп сакыбандай болгон эмеспи, мурда акпайт, Таптаза. Буттары таза экен. Таза буттар, урунган, сырылган жерлер жок. Монун сөөгү кең экен өтө эле. Артынан да көрүп атасыздарбы? Эки аркаңкы шыйракты караңыздар, кандай кенен коюлган. Кең болуп. Кезектеги тай Полторашка. Ростов, Ростов. Ол да Ростов. Өңү эмне мунун өңү? Бул деген будён менен тяждан чыкканда, пул тяжданчы. Будён менен пул тяж, Өңү ошон үчүн жалтырайт экен да? Эки тай ошо будён менен пул тяждан да. Экөө бир жерден келген. Так, шеп айтың, бул эмне сын? Бул кандай улакка жарашы мүмкүн? Мен мондай экстерьерди эми көрдүм да. Пул тяж будён. Бул буттары койсу. Ичкерээк, аябай жоон эмес, жеңил. Эки хан да бар, burada. Өңү будёнго тарттыр, Өңдөр, будён. Ошондо булар шоколад өң болуп калабы? Шоколад. Эмес, табуруз менен. Так, табуруз барбы? 78 деген табуруз менен бул. Мына, шы 78. Бул битке каны кайнап турат окшойт, Жеңил бар, будён. Будён күлүк да. Күлүктүнкү да будён. Бул полтяж менен будёндун ортосунан чыккан. Бул жанагылар будён болгон.
Аталары буден. Енелери полтияз беледі. Бұл жаңа теке улақ. Жарайды бұл, любойны жарайды. Теке улақ, торпоқ улақ, Чұрқап та қой өрет ақшайды. Жеңіл бол тұрбай. Қазықтары да бүт келгенде бар. Бұттары жеңіл екен, мұнандай. Машалла. Тик тұрады екен да, қаны қайнағандай болып. Күліктер мұнда жайында тұра албайды қой, жұлқыны өлі. Қыран жетелеңізші бірек, көрелші. Бел құрсақтарды қараңыздар. Жегені, ішкені жақсы айы. Мұна көздері тірігірек тұрады да. Ішінеші мұндай. Бұда ноқталанғанына ашып кет, бір жұма oldu ғой. Бір жұма болды да, болды. Ноқталанғанына ашып баса бір жұма болды дейді тұғанда. Так, емі жетек көріп тұр бұл. Бұл кішіне. Қаны қайнап тұрады ақшайды, Тегілер жош әлі тұрады. Бұл кішіне чимыны бар екен мұнда. О, мұрдылары да чоң кәне. Мұрдылары бар ғой. Жинақладан өтелі чоң кен мұрды. Нақ күліктің мұрдыдай болып тұрды ма мұрдылар. Көкіректерін бір көріп алыңыздар. Кен қолтық. Өзіне компактны, мощный, құрсақты шығыпты. Толқындадағы. Мол, тізесінен ылдый башылы күлікті күнде екен. Көчіктерді бір көріп алыңыздар. Бұл сүйрейді ақшайды, Бұл жетекеде жақсы көмбеті, жаңыл ем олды. Көнеттен, бая қарағандайым көніп қалды. Бұл жарым күлікті қаншаға қойыз басына? 180 мыңнан екі ол. 180 мыңсын. Дауысындай бар ба? Да, біреу бар, 180 мыңнан. Кем олықтан, жаннан слушай, 180 мың сом, ал жағы договорный, келішім деуген. Қорығы қарап жетелеңіз, артынан бір көрейік. Басқанына. Жеде қашқа. Будионың белі ұзын бұ, полтиясының белі ұзын бұл? Будионың ұзын бұ. Ұзын екен әме олардың белі? Тоқта. Екеуі бір туға. Бір жерден келдік. Екеуі бір қородан келдіктер. Мұны қочқор баш екен, ә? О, біраз. Әуе жеңіл бұл адамдай. Массовой болғанмен жеңіл. Так, мен өздемесін айтақ. Бұл 3 қашқа екен. Екі арқаң шира қашқа. Жерде. Мұның стойкалар зор екен, ә? Бел ұзынырақ. Баш қочқор баш. Жаңағыдан бел ұзынырақ. Жанақ шері келен, ә? Бірақ аның құлағы чоңырақ. Аның құлағы чоңырақ. Өкөнің тең мұрды чоң кен бұраға. Жаңағы ганноверлер айырмасын көрі отас бұл мұрдыларын? Олардың атасы буден болған, енелері. Кел. Көкіректер. Көкіректер. Бұттар қара тұяғы екен. Мұнысы кішіне балбанырақ екен, ә? Балбанда жеңіл дағы да. Жеңіл бітейді. Бұл жеңіл. Сөйіктер мұнда ұзынырақ, кеңірек екен. Сөйік үшті екен. Кішіне жетелеңіз шығар бір. Жетеке қандай бұл? Жетеке жақсы жүрбейді да бұл жазыр. Жаңылы өрі ноқты олды бұл. Жаңыл ноқты олды. Машалла. Нақ балбан. Торпоқ ұлақ, теке ұлақ, аламан ұлақ. Чау өрістір. Чұрқап та қой өрет кені торпоқ көтеріп шықсан, ә? Бөрісі. Бөрісі. Алған адамға бөрісі. Сіздерге бөрісі. Марайыншы кішіне қармаш қиынырақ екен. Өн алып еді ғой, Қан? Мұның басы 180 мың. 180 мың, 2 мың. Так, жеген, ішкені, даныйлары, қолын айтып беріңіз. Аға, жауап бере салдым. Ішкен жеген мұқты өте. Келгеннен бері тұр, ә? Болды, сен. Бұттары таза ау? Тап-таза бұттары. Бұрылбай келді үй? Тап-таза. Бұттарын өзіңіздер көріп алыңыздар.
Taptaza ekan butlar. Bol jeteleң suyga. Hem iki bey kezek geldi. Iki bey. Birisi iki beyni göstertöz. Alda rasatsan mı? O rasatsan. O artı büyük ekan. Polkrovka bir. Boz emas be. Boğuzu kümemde. Boğuzu kümem tüzler üstlerle. Polkrovka degende ошондо высококровка болуп калабы? Высококровный да. Высококровный. Бирок документтери жок. Англичан менен эмне смештериң сону? Демек экен. Полукровный деди, а так ошо точно саган жокпуз. Высококровный да бул. Документтери жок. Английский менен башка күлүк направленияда бир бей кошулган болушу мүмкүн, э? Ошондо. Высококровка болуп калабы, по-любому? Ну, английский менен башка кошулган деди. Эки парада болгон полукровка, но эки жагы тең күлүк болгончо высококровка болушу мүмкүн. Бул дегени баш, кулак. Муну өзүнүн экстерьерден биринчи кезекте о көкүрөгү менен колтугунан билсеңиздер болот мунагу. Точно. Өтө мыкты. Кеңдиктери колтуктун ортолору. Эки колтуктун ортосу. Мына жоош эле экен же үркөк экен? Жоош эле көп. Аябай эле азоо эмес да. Мына туганда. Манжамды катуу чойсам зорго жетет экен да. 22 да меники. 22 чыгат, машалла. Нак күлүк бей экен. Үчтү тууган бей. Үчтү тууган, э? Бул да Ростов. Полукровка. Буттары кандай экен? Чабылбаппы, чабылыппы? Таптаза. Чабылган эмес, э бул? Чабылган. Чабылган. Бир эки жетелеңчи? Мына көкүрөктөрүн чоңун караң. Колкалары бул. Колка канча? Я. Колка канча деп ойлойсуз? Бер жетелең. Бой өлчөгөн жоксуз сенде бейин. Бир 60тан жогору. Машалла. Только арык экен да бул, э? Ооба. Эти слабый, ушу арык келди. Hoppa. Arık geldi. Hop. Karma. Ötü ceginde böyle. Ötü ceginde. Qarang, turishini. Jon qayqalaydi bu. Ha? Tuxum olish kerak bu yerda. Tuxum olish kerak ekan. Bir angliyskiy qo'shish kerak ekan-da. Mashallah. Qanday жылқы ekan-da bari. Tura olmaydi. Bu. Bir qarab жетелеңіз, bir басқанын көрейік. Қысқарақ. Қашырып жібербейді да ғана. Трассаның бойында. Бұның бағасы қанша олар шеп? 250. 250 мың сом. 250 мың сом бұл $3100. 3000 dolar ушундай да. Машалла. 3000 жоош экен, э? Мына буттары таптаза. Эч серилган, таптаза. Мына бакайлары буттары. Болду, жетелеп киргизиң эмше. Машалла. Бой бийик экен билипсиң, арыгына эле ушундай көрүнөт окшойт. Семирсе чоң бей көрүнөт окшойт бул. Жеңил экен, Только баягы жер улак көк бөрүдөн чаба турган кулундарды алса, Tuxum olish kerak. кандуу жылкы кошуш керек экен, э? Балбан бе, жерде кашка. Бу букадай эле бе, го. Bu da öyle. Budyon men tiyazdan çıkkanda bu bir. Будион менен тияждан? 5 yaş bir. Бул пол тияждасын. Atayım var. Budyonun kanı orada. Будион менен тияждан. Ошондо бул хатасы тияж бекен, э? 5 yaş bu boz bu. 5 жаш боз бе. Канчаны тууптур? Birincisi ekan. Birinci Бул биштүү экен азыр.
Жоқ 5 жар 2 асыйды. Акча кеч коет негизи айыргач. Тиякта кеч коет, Россияда кеч коет негизи. Бизде эле эрте койгон шаар. Бұршысында, құнанында, бойчаң болса құнанында, Так, мұнағы бейін бір шәттен көріңіздер. Нақ балбан, танк бейген. Қолтықтарын қараңа, көкіректері. Башты тұрышты қараң. Бойы қанша қолқа? 70-ке барып қалады ғой. Бұл бел қанша? Белі де жаман ұзын екен. Артыңқы сандар да өтміш. Машалла, тұрышты қараңыздар. Сандар да өтміш. Мұны арқаң бұтына келе кедек, мұнағы түпті жоғын болып түсіп тұр. Теректің бұтына әлі оны түпті жоғын болып түсіп, сплашной. Мына бұттары. Мұрд. Бар, бұдионың қаны башқаша олады екен, мұрдылар чоң болуы. Мына көкіректір. Бары бір чоу келді, бір машина оң болды келгеніміз. Мол, семнескен аппет қандай екен мол? Мощный. Тұрышты қараңыз. Любой нәрсе. Танк қой бұл, танк. Танк. Мұны жерге келіп тұрыңызшы мұны ол жерге. Өте мощный. Да. Uzunдағы да, белдері де uzun. Жаман бел ұзын екен. Бел uzun. Машалла. Құйрықтарда сұйық бұл. Әйткені буден құйрықтар сұйық болды да олардың. Машалла. Құйрық жал деген бұларда сұйық та бұл. Құйрық, жал, сұйық, құлағы жаман чоң екен. Моғын. Ондай тұрыңыз. Башын, болды. Кішіне башын аяққа. Болды, шындай. Өте өзір. Пісті қарасын, чебеңіз. Пешенесінде қашқасы бар екен. Да, башын тартып. Қашқасы бар. Башқа еш жерінде қашқасы жоқ екен. Шеп, бұның бағасы қанша болады? 300 мың. Кем бар. 300 000 сом. Кемі бар. Бүгінгі шығарылысын ең қымбат бағаланған, ең бағасы қымбат қойылған, ең жоғары қойылған мұны танк бе екен. Егер қызыққандар болса, жалпы 7 бас жылқыны алыңыздар, байланышыңыздар, дарау келіп алыңыздар. Дәрегін түшіндіңіздер оқшайды. Моға Объездной, Моғылды түшкен жол. Манас аэропортына кеткен трасса, мойерде аэропорты мосты бар. Бұл күнбатыштық көздеп кетсеңіздер соқылық. Бұл жақта Объездноймен көздеп кетсеңіздер Дордой. Трассамен өйде түссаңыздар Бишкек пригородныйға барасыздар шлагбаумға. Келе өрестер. Келе өре Пускайын тушыдан пешеходмен өтіп тұрылы Моғырауға келе өрестер туғанда. Бұл жерге. Бұрчыққа. Бол жетелей беріңе. Бұға кличка қойып қойыш керек екен, Танк ұшыл екен, болды. Танк ұшыл екен. Гигант бе екен. Машалла.